Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қазір Pinduodu'дан алған заттарыма распаковка жасаймын. Бірінші ол бізде осындай аяқ киім. Негізі Қытайлар кішкентай размермен жүреді деді. Мен 38 киемін. 40 размерде заказ бердім. Бағасы қанша болған есімде жоқ. Осындай аяқ киім. Прям качествосы күшті деп айта алмаймын, өйткені жұмсақшы. И размері 40 размер. Кішкене ғана үлкен болып тұршы. Сонымен осындай аяқ киім заказ бердім. Белгілі қанша болғаны есімде жоқ. Бірақ мама аккуратно. Екі аяқ киім, теріс аяқ киім салып жүрген ба. Иә. Теріс қалып тұрған сияқты ше. Ужас. Қате кетті олар. Екеуі бір аяқтың аяқ киімі да. Міне. Теріс қой мынау. Бір аяқ киімнің екеуін салып жүрді. Білмеймін қалай болады. 250 дейді. Былайынан кие бересің ба, сондай бірдеңке шығады. Екеуі де бір аяқ киімнің аяқдайсы ғой. Екеуі мынау клей екен ше. Прям жабысып тұр. Мындай слабый, короче, аяқ киім. Заказ берсеңіздер, бермей қойыңдар дұрыс. Потому что бұрында аяқ киімді бергенде ол да дұрыс келмеген. Ішінде не бар? Короче, осындай купон беріліпті. Білмеймін, возврат қылам ба. Сосын келесі бізде мынандай сумка. Қазір үлкен қылып. Үлкен қылып салуға тырысайын. Осындай сумка. Астында ашылатын. Сырмалардың бәрі жақсы етпеген. Бүтін бұл ішінде Pinduodu'дан келген сақаланы. Осындай іші кең сырмалар бар. Аңғайлы екен. Келесі зат менде мынандай сумка. Вроде болады. Қымбат емес сумка еді. Примерно 2,5 ба сондай. Бірақ мынау ремешогы кішкене слабый екен ше. Алысымен мынау жер кетсе білмеймін, ұрыс болатын сияқты. Сондай, мындай сырмасы бар, мен ештеңке жоқ. Заманға. Құрбыларым осыны қара тұсын алған кезде мен осы тұсын алғым келді. Заказ берген ғой. Бай ұстағанға. Келесі менде бұл аяққа себетін еді. Жігітім алып қойдым уже. Осындай бір купонмен деп не екенін білмеймін. Мынандай бір купоны. Заказ берсең тағы да азаяма осындай бірдеңке. Қолданып көреміз бұны. Келесі бұл менде шаш қой.
негізі пиндюрда біреуі жақсы келеді, біреуі нашар келеді деген сияқты ғой. Тарағы, невидимкасы и мынау шашқа. Не бешет мынандай бөгеде деймін. Мынау челка. Короче, челка заказ етемін. Вот. Мындай. Негізі заттарды бір алып көріп жатырмын да, қайсы зат күшті болса, соны сол нәрсемен бизнес жасап көремін деп. Мынау бізде челка. Мына жерінде мындай накладной бар екен, қыстырып қоятын. И вот тарағы. Прям тарағы күшті. Шашы түсіп қалыватқан жоқ. И менің шашым боялған ғой. Вот осындай екен. Пиндюрдадан заказ берген кезде дұрысына қарап беру керектен, жақсылап отзывына қарап бергеннің өзінде мына аяқ киім менде осындай болып тұр ғой. Тек қараңыздаршы, мынау оң аяқтың аяқ киімі да. Мынау да оң аяқтың аяқ киімі. Оң аяқтың аяқ киімін 100 ал жетті. Түсініксіз жағдай. Енді бұны артық жасап көруге тырысамын, өйткені сапасы да нашар. Ақшаны да қайтарып көруге. Егер қайтарылып жатса, міндетті түрде салатын боламын. Енді мына сумканы ұстауға келеді. Ұстаймын. Мына челкаға подарка күшті болып келіпті. Қуанып тұрмын. Сол сіздерде пиндюрдан заказ берсеңіздер, қандай болып келіп жатыр зат, не заттікі күшті, маған совет беріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Міндетті түрде қарап оқып шығатын боламын.